Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қыстың аязында да, жаздың ыстығында да таптырмас сусын болатын мохито компоттарының жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын лайк басып подписация етуді ұмытпаңыз. Жұмысымызды ең әуелі банкаларымызды жақсылап, тазалап, жуып алып, газге ыстық су қоюдан бастаймыз. Суымыз қайнағанша барлық жеміс-жидектерді жақсылап жуып аламыз. Компот үшін мен шие, алма, лимон және жалбыз жапырақтарын қолдандым, ал сіз үйіңізде бар жеміс-жидектермен компот жаба аласыз. Жеміс-жидектерімізді жақсылап жуып, шірінділерден ажыратып алған соң, жаймендеп банкіге жайғастыруды бастаймыз. Мендегі банка 3 литрлік, ал сіз қалаған көлемдегі банканы қолдана аласыз. Егер де алмаларымыздың көлемі кішкентай болатын болса, бөлшектерге бөлмей-ақ жақсылап жуып, бүтін күйінде сала берсеңіздер де болады. Лимон мен жалбыз жапырақтарын өте көп қолданудың қажеті жоқ, 3 тілім не 2 тілім болса жеткілікті. Осылайша жеміс-жидектерімізді банкаларымызға демелеп жайғастырып алған соң, үстінен қайнап тұрған су құйып, жарты сағатқа не 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Жарты сағат бұқтырылып тұрған компотымыздың суларын қайтадан кастрөлге құйып, екінші рет қайнатуға жібереміз. Компотымыздың суы екінші рет қайнап шыққанша әрбір банкаға 300 граммнан есептей отырып қант салып аламыз. Ескере кететін жайт достар, әр литрге 100 граммнан. 2 литр болса 200 грамм, 3 литр болса 300 грамм қант саламыз. Суымыз жақсылап қайнап алған соң, үстіндегі көбігін сүзіп алып тастап, банкіге құюды бастаймыз. Барлық банкамызға ыстық су құйып алған соң, арнайы банкі жауатын құрылғы арқылы крышкасын бұрай отырып, банкамызды жауып тастаймыз. Ескере кететін жайт достар, ішінде ауа қалып қоймасын. Егер де крышкасы көтеріліп, ішінде ауа қалып қойып жатқан жағдай болса, қайтадан ашып жауыңыздар, себебі банкамыз қысқа жетпей ағытылып кетуі мүмкін. Дайын болған банкаларымызды осылайша 1-2 рет аунатып, түбіндегі қанттарын ертіп алып, төңкеріп қоятын боламыз. Ал достар, осымен қысқа арналған мохито компоттарымыз дайын. Лайк басып, подписация етіп, қолдай кетуді ұмытпаңыздар.